Бірдеңеден қашатын сияқтысың ғой. Тек бақытсыз болудан қашам. Қорқып. Маған айтуға бата алмай жүрген ештеңең жоқ па? Күн суытты. Мен шай демдеп жіберейін. Қайнап тұр, күйіп қалма. Айттым ғой. Бұрын үрлеп жаның қалмайтын, Фарида. Бұл жолы өрлегім келмеді. Сонда саған үйленейік дегенім үшін бе? Оқуды таста дегенім үшін бе? Ойланып жүрмін, Кемран. Саған қараймын да ойланам. Бұрын саған қараған сайын жүрегімді қуаныш кернейтін. Ал қазір басқаша. Қазір саған қарасам, жүрегім сыздайды. Неге екенін? Жанарыңның ұшқыны неге сөнді, Кемран? Жанарыңды бірдеңе көлегелейтін сыңайлы. Маған бұрынғыдай қарамайсың. Неге? Саған бұрынғыдан да ынтыға түскенімнен болар, Фарида. Сезімнен құрылым күшейген сайын, қорқыныштан соғырлым күшейеді екен. Сенен айырылып қалам ба деп қорқам. Менен айырылып қалуың үшін, я сиқыршы болуың, я қиянат жасауың керек. Сенен басқаға көзімді де салмай. Салсам екі көзім көр болсын. Одан бұрын мен ойбалармын. Біреу келмекші ме еді? Жоға. Кім бұл? Айтсаңшы, кім бұл? Жүсіппін, Жүсіп! Мұнда не іздеп келді? Не іздеп келгені мен қайдан білейін, Кемран? Жүсіп? Тыныштық па? Бұл жерден дереу кетуіміз керек. Неге? Неліктен? Оң жаққа бұрылыңыз. Nereye? Niye? Қайда, не үшін барамыз, Жүсіп? Үйге баруымыз керек. Біреуге бірдеңе болды ма? Жоқ, бәрі аман есен. Мүжген ауырып қалып еді. Сол үшін. Не болды? Немене күмілжіп тұрсың?
Ауырып қалса неге ауруханаға бармадыңдар? Жоқ, суық деген сияқты. Барсаңдар дұрыс болар еді. Жүсіп, бізден ештеңе жасырып тұрған жоқсың ба? Фарида? Түзу жол тұрғанда неге тастақ жолмен бара жатырмыз? Мен осы жолды ғана білем. Иә деген. Кемран тым әсірелеп жібердің ғой. Өтірік айтады. Қайдан білесің? Түрін көрмедің бе? Көрдім. Көрдім де алаңдай бастадым. Бізді апыр-топыр алып кеткеніне қарағанда Мүжген әпкенің халі нашар. Халі нашар болса үйде жатып несі бар, Фарида? Мынаның ниеті белгілі. Кемран сенімен Жүсіпке бола салғыласпаймын. Мен оған сенем. Маған қалай көмектескенін көрсең ғой. Орынсыз қызғанғаныңды түсінер едің. Жүсіп қайткенмен үлгерген шығар. Үлгерсе де, үлгермесе де бұйрықтан аса алмайсың. Тәте, жүрші бізде қайтайық. Мұнда қалмайықшы. Жоқ. Ол үйде енді маған орын жоқ. Тәте, айтпақшы, жездем Нариманды қуып жіберді емес пе? Рас па? Кемранның бөлмесіне кіріп алып, баламды әкесінің бөлмесінде табам деп жұлынған соң. Аузына ие болмайтынын біліп едім. Ит иттігін істейді. Оны адам деп тоқалдық қалған жездеңді айтсаңшы. Бұл туралы үйде сөйлесейікші. Тезірек кетейікші енді. Жоқ. Қайтпағанда не істейсің? Мұна әйелмен бірге тұрмақпысың? Көрмейсің бе? Нариманның жүкті екенін ести сала аяғы жерге тимей Фаридаға тартты. Менің де кетпей отырғаным сол емес пе? Азелияның, менің балам мен Фаридада не әкесінің құны бар? Соны білгім келеді. Түсіндің бе? Бүгін Менің міндетім осымен тәмам. Ал жақсы онда. Жоқ, жүр ғане, жүр. Мүжгенге дәрі қажет болуы мүмкін. Сондықтан кетпей тұра тұр. Жүр. Қош келдіңдер, қош көрдік. Мүжген әпке қайда? Соны ғана сағындың ба? Жоға, одан емес. Қайдан білейін? Соны ғана сұрағанға. Нәжмия, бұлай шығып кетші. Жүсіп оны ауырып қалды деген соң сұрағаным ғой. Ауырып қалды дейді? Көрдің бе, Фарида? Неге өтірік айттың, Жүсіп? Мүжген әпкенің ауырып қалғаны ғане?
Жүсіп, бізді мұнда неге келдің? Ештеңе сұрамашы, Фарида. Сұрама. Қалай болды, Жүсіп? Фарида мен Кимранға барып үлгердің бе? Кіруге бола ма? Бұдан бұлай Жүсіпті маңына да жол атушы болма. Онымен сөйлесуші де болма. Оны айтпасаң да болады. Онсыз да іргемді аулақ салам. Баяғыдан солай істесең осыншама құтырмас еді, Фарида. Сонда мен кінәлімін бе? Тым сенгішсің. Тым аңқаусың, Фарида. Мінеки көрдің бе? Екеуміздің оңаша қалғанымыз көре алмай, жетіп келіп шырқымызды бұзды. Кимран мүмкін басқа себебі бар шығар. Басқа себебі болса айтар еді. Үйге келдік. Тіпті ақтала да алмады. Байғұс қатты өкпелі. Айтпа деймін. Енді қашанғы өтірік айта береміз, әпке. Қайдан білейін, Нәжмия? Бұл жағдай тіптен ушығып барады. Ушыққаны нес? Жетер жеріне жетті ғой. Болмашы ұшқын өртке айналып, айналамызды күл ғып жіберді. Кимран бір амалын табар. Әпке, қош, Құдай үшін. Ағамның көзі Фаридадан басқа нәрсені көреді ғой деймісің? Ағамның айыбын жуып шаямыз деп жанымыз шығады. Апам кетті. Әкем тірі өлік. Үйдің берекесі кетті. Неге? Тек Фарида естімеу үшін. Ағамды шын сүйсі ештеңеге де қарамау керек қой. Әңгіме сүйу сүймеуді емес қой, Нәжмия. Әңгіме намыста. Өзі де жетім өсті. Дұшпаны болса да, Фарида ешкімді жетім еткісі келмейді. Ары жібермейді. Ендеше Фариданы ағама жіпсіз байлау керек. Қалай? Екеуін үйлендіру керек. Кейін бала туралы біліп жатса да, Фарида ешқайда кет алмайды. Сеніңше бұл Фаридаға тоқтау бола ма? Жесір деген атқа ие болғанша тағдырға мойын сұнған артық қой. Кимран, қойшы енді. Қабағыңды түйе бермеші. Кешірші мені. Сен неге кешірім сұрайсың? Жүсіп үшін. Дұрыс айтыпсың. Енді мені тыңдайтын шығарсың. Тыңдаймын, әрине. Бұдан бұлай сөзіңнен шықпаймын. Ылғи ма? Енді көбіне көп ылғи деуге келмес. Яғни мүмкін болғанша. Саудагерсің ғой. Қалай десем екен, саған сөз қайтармаймын. Кимрандікі дұрыс шығарау деп, алдымен ойланып алам.
Оған да шүкір. Мені мектепке апарасың ба? Нариманды көргім келмейді. Тезірек кетейікші. Жүр. Tamam. Жарайды. Сен мектепке апарып ары қарай үйшігімізге барайын. Жақсы болар еді. Онымен бір үйде тұрмасаң екен деймін. Жүр. Кетпей тұрып тәтеме жолығып, халін біліп шығайын. Тәтең мұндай емес. Қайда? Әкеммен ажырасты. Өкінішті ақ. Бірақ қайта дұрыс болды. Тәтем ар-намысын таптатпады. Gururunu kurtardı. Өте дұрыс деген. Жүр. Сонда тәтем қазір қайда? Азелияның үйінде. Қазір барып алып қайтам. Тап қазір барсақ қайтеді. Тәтеме барып, көңілін аулағым келеді. Teyzeme. Барайық. Алып кеткенмен қайда апарамыз? Оған Göreceğiz. үй жалдай аламыз ба? Çalıkuş. Боз торғай? Мүжген әпке. Астығының көтерілгені жүктілік үшін өте қауіпті. Не істеуіміз керек? Дәрек көрейік. Әсер еткенін күтейік. Одан кейін ыстығы түспесе, тіпті не істерімді де білмеймін. Микроб қанға жайылып кетіпті. Келгендеріңді Нәжмия айтты. Бірақ оңаша сөйлесіп жатқан соң киліккім келмеп еді. Etmek istemedim. Сол үшін мазаларыңды алмадым. Тәтем туралы естідім. Бәріміз есеңгіріп қалдық. Бермасын. Үйшімізге біреудің қарғысы тиген. Ағасынан ойрандалдық. Біз бір кісі ештеңеге дес бермеспіз. Тек бір-бірімізді қолдасақ болғаны. Ханым кетіп қалыпты. Пеш үстінде шай қайнап тұр екен. Апыр-топыр шыққанға ұқсайды. Өйткені бұл жерден хабар жетті. Үйге азық алып келсем, Фариданың бөлесі мен арбакештері осында екен. Бәсима ханымға келіпті. Әлгі жігіт маған сес көрсетіп кетті. Мақсатыңызды біліп қойып, сізден бұрын барған сияқты.
Бұл біздің жеке мәселеміз. Азелияның не шаруасы бар? Білмеймін. Жүсіпті босқа кінәлаппын ғой. Ол саған ренжімейді. Одан да өзіңді ойла. Фаридан ойла. Не істемексің, Кимран? Елдің бәріне аян ақиқатты Фаридадан қашанғы жасыра бермексің? Жасырмай. Бәрін айтам. Барамда оған бар шындықты жасырмай айтам. Үй ішімді бұдан артық қинағым келмейді, Мүжген. Бұл Фаридаға қиянат жасаумен бірдей емес пе? Бетіне қарай алмайым. Ешкімді бұдан ары қинауға хақым жоқ. Негізінде тағы бір амалы бар. Тезірек Фаридаға үйлен. Бала туралы кейін біле жатар. Бірақ ол кезде сенің ақ некелі жарың болады. Бәрібір кетеді. Сырым білем ғой. Және де мені жек көріп кетеді. Мен де сен сияқты ойлайтынмын. Дегенмен көру керек. Әйелдер ондай тәуекелге бара алмайды, Кимран. Қай әйелдің ажырасып жесір атанғысы келеді дейсің? 1000 жерден мықты болса да, ажырасуға дәті бара қоймас. Тұр бұлай. Тұр. Қыздар? Ой, айналып кетейін, қош келдің. Бәсе, үйдің іші неге жарқырап кетті десем, Фаридашым келіпті ғой. Алтыным сол. Кіріп шығайын деп келдім. Мұнда екендеріңді Нәжме айтты. Алтын қыздар қайда десем? Ой, шіркін. Жаным сол. Еліктемесе тұра алмайды. Сүйісудің жаңа түрі шығыпты. Несі бар? Азелия ханым да сөйтеді ғой. Мынау не қып тұр? Қайтсын енді. Үйді жинап жүрміз. Өздерің қалайсыңдар? Көңіл күйлерің қалай? Қалай болушы еді, бәрі өзің көргендей. Иә, қарның аш па? Тамаққа уақыт жоқ. Кетіп барам. Қойсаңшы енді, қазірақ бірдеңе жасап жіберейік. Иә, жүріңдер, ас үйге барайық. Қоя тұршы, жоқ, Кемран күтіп тұр. Сендерді көрейін деп келдім. Шаруаларыңды істей беріңдер. Жарай, жаным, бара ғой, алтыным. Аман бол. Жаным, көріскенше. Тіл көзім тасқа. Бұл үйден көңілі қалған сияқты. Отырғысы да келмейді. Айтпа деймін. Кемран, жүренді кешігеміз. Қазір. Жарайды, сыртта күте тұрайын. Сонымен не істейсің? Фаридамен сөйлесем. Тезірек үйленіңдер дегенің дұрыс. Кейін бала туралы біле жатса да түпір ете алмайды. Көнбегенде қайда барар дейсің. Бірақ Мүжген, Фариданы бейтіп шарасыздыққа душар ете алмай, қиянат жасай алмай. Мені жек көріп кетсе қайтем. Не болса да шындықты айтып, бәрін мойындайын. Бұл сұмдық осымен бітсінші. Шықтың ау. Кеттік. Фарида, Азелияға бармай тұрып бір сөйлесіп алайықшы. Жарайды. Şöyle geçelim. Анда отырайық. Жүр, отырайық. Жүр. Кемран мырза. Тыныштық па, Сейіт мырза? Мені Фархат дәрігер жіберді. Бірдеңе болды ма? Нәриман ханым.
Оған не болды? Нашар жатыр. Баласы екеуінің өмірі қыл үстінде. Не істерімізді білмейміз. Фархат дәрігер сізді шақырды. Фарида бір науқас хал үстінде дейді. Соған баруым керек. Солай ма? Жарайды, тәтеме өзім барып қайтайын. Жоқ, жалғыз барма. Мен күте тұршы. Несі бар, Кемран? Бұрын барған жерім ғой. Фарида өтінен күтші мені. Күте алмайым, Кемран. Мұнда қалғым келмейді. Олай демеші еді. Туып өскен үйің ғой. Менің келгенімді күт. Барамды қайта. Жарайды. Мұнда қоя сал. Шаруаларыңызды тындырдыңыз ба? Таңертең асығып кетіп едіңіз. Жоқ, тындыра алмадым. Жиеніңізді іздеп барып едім. Орнын сипап қайттым. Фариданы неменеге іздеп бардыңыз? Қойыңызшы, Басима ханым. Көлгірсігенді жаным жек көреді. Фариданы не үшін іздеп барғанымды өзіңізде бек айбат білесіз. Білмеймін. Әлі өмір көрмеген жап жас қызға жігітінің қиянат жасап жүргенін айтуды жөн көрдім. Сіздің онда не шаруаңыз бар? Оның үстіне бұл туралы ешкімге айтпауға уәде бергенсіз. Иә. Бірақ уәдемнен айнып қалдым. Менің балаларымда не әкеңіздің құны бар? Оларда шаруам жоқ. Бірақ арым жібермейді. Бұл аз ба, Басима ханым? Бүгін болмады. Бірақ Фаридамен бәрібір жолығысамыз. Сол кезде балаңыздың не істегендерін бірге айтсақ қайтеді. Қалай қарайсыз? Қанеки, шай алыңыз. Сейлонның ең қымбат шайы. Тәтеммен ажырасыпсыз ғой. Солай болды. Неліктен? Нақты себеп іздесең, екі қайықтың құйрығын ұстаған суға кететінің кері ғой. Мұндай қара ниеттілікті қайда жүріп жұқтырғансыз жезде? Мүмкін тумысымнан сондай шығармын.
Маған үміттің, сенімнің, сабырдың не екенін үйреткен адамды жақсы білем. Мұндайыңыз жоқ еді ғой. Бірдеңе болды. Біз білмейтін бірдеңеде қатты өзгердіңіз. Көңілің қалғанын жасырмай-ақ қой қызым. Ақиқатты мойында. Жезден тумысынан қара ниет. Сенің түсінігіңдегі бұрыстың бәрі мен үшін дұрыс шығар. Дұрыс деймісіз? Балаңыздың ойнасын тоқалдық қалдыңыз. 40 жылдық жан-жарыңызды тастап жүре бердіңіз. Содан не болды? Тастасам не болыпты? Шаруаң қанша сенің? Менің шаңырағымды ойран еттіңіз. Мені алдадыңыз. Кемран екеумізге ақыл айтқанда сондай едіңіз. Соның бәрі көлгірсу ме еді? Қылған дұғаларыңыз жалған бе еді? Сәпті сіз мұндайға барған соң, мен бұдан бұлай кімге сенем жезде? Қалай сенем? Қалай тура жол табам? Маған сен деген кім бар? Тәтеңнің менде өкпесі жоқ. Ал мен бақытты болуға хақым бар шығар. Бақытыңызды таптыңыз ба? Таптым. Тәтеңді сол үшін талақ еттім ғой. Сіз талақ еттіңіз бе? Ендіші. Әйелдің күйеуін талақ еткенін қайдан көріп едің? Әке? Фарида, әлі кетпепсіңдер ғой. Ағаң шаруалармен кетіп қалды. Маған күте тұр деді. Бірақ күте алмайым. Үйге кірсеңші. Тәтеме барам, Нәжмия. Тәтеме. Мамандық таң. Қалай болды жезде? Нариманды таба алдың ба? Ауруханада. Ой, бұ, не бопты? Бір жерде талып қалыпты. Біреулер ауруханаға жеткізіпті. Қанына микроб тараған дейді. Қазір не халде? Халі мәз емес сияқты. Құдай есіркесін. Ана қыз сыртта тұр. Біраз жүрегін ауыртқан сияқтымын. Барып берші. Олар кетпеп беді. Фарида осында дейді ғой.
Азелия ханымның үйіне кетті. Ой, бой. Оның не енді, Нәжмия ау? Неге тоқтатпадың? Неге тоқтатуым керек? Abla. Әпке, Niye bu kadar неге сонша абыржисың? Akşam beraber- Кешкісін онсыз да бірге бармақшы еді Oraya ғой. gitmeyecek. Онда бармайтын болып шықты. Кемран Фаридамен сөйлеспекші еді. Tamam. Жарайды енді, кешке сөйлесер. Неге сонша уайымдағаныңды түсінбедім. Азелия Нариманың жүкті екенін білет. Соны Фаридаға айту үшін аузы қышып отыр. Құдай көктен сұрағанын жерден беретін болды. Әпке, ақырында бәрібір біледі емес пе? Кемраннан білгені бір басқа, Азелиядан білгені бір басқа. Жағдай мәз емес. Түшік тастауы мүмкін. Кемран, келдің бе? Мені сен ғана емдеп жазаласың. Бір жерің ауыра ма? Жоқ. Мына жерің ауыра ма? Аллай. Фарида, Құдай көктен сұрағаныңды жерден берді деген осы? Мені іздеп пе едің? Сені 2 күннен бері таба алмай жүрмін. Сөйлесіміз керек, саған бірдеңе айтуым керек. Тыңдап тұрмын. Қойшы енді, ештеңе айтпашы. Бейшараның көз жасына қалмашы. Тәте, неге көз жасыма қалады екен? Азелия, Фарида, кел отыр. Менің айтқандарымды естігенде есеңгіреп қол аяғыңнан жан кетеме деп қорқам. менің қаншалықты мықты екенімді білмейсің ғой. Айтқанына сенбе, Фарида. Не десе де сенуші болма. Ол өтірік айтат алтыным. Алдымен айтсын да. Түріңе қарасам, құдды санаулы күндерім қалғандай. Маған өлетінімді естіртпекпісің? Не дедің? Не болды? Ажалым жақын ба? Түрлеріне қарасам, құдды санаулы күндерім қалғандай. Қазір өлетін деймін. Солай деуге болам екен. Жөтелден тамағың жыртылып, содан қанап жатыр. Уайымдама.
қалжыңдағаным ғой. Неге жылайсың, Азелия? Сен өзі сіңілім сияқты қалжыңдайды екенсің. Соған бола жыладың ба? Сіңілің алыста ма еді? Алыста. Өте алыста. Қайда? Ол өлген. Кешірім өтінем. Білген жоқпын. Білмейсің, әрине. Ол туралы көп айта бермеймін. Айтқын келсе, сені тыңдауға бармын. Қабынудың себебін тапсақ емдеуге болар. Жүктілігінің кесірінен амалымыз таусылып отыр емес пе? Бұлай жата берсе өміріне қауіп төнеді. Баланы алу керек. Операция бөлмесін дайындаңдар. Мұнда сен біле келіңдер. Маған не айтпақшы едің? Тәтем мен жездемнің ажырасқанын онсыз да білем. Осында сол үшін келдім. Елу 9-шы бөлімнің соңы. 2017 жыл.